Кентіміздегі ғасырға жуық тарихы бар номері 87 орта мектебі іргелі білім ордасы. Қазіргі кезде бұл мектепте 400-ден аса оқушы білім алып, 50-ден аса мұғалім қызмет етеді. Мен Жакенова Гүлназ Ерболатқызы. 2013 жылдан бастап осы мектепте информатика пәні мұғалімі болып қызмет етіп келемін. Білімім жоғары, педагог сарапшымын. Әр сабағымда оқу мақсатына сәйкес тапсырмалар дайындап, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып жүрмін. Сабағымда түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді қолданып, балалардың үй тапсырмасын орындау деңгейін, сабақ тапсырмасын орындау кезінде түсіну деңгейін анықтап жүрмін. Қандай? Айта ғой? Input. Тамаша. Бұл бізде не ол? Python тілінде жазылған код. Енді осыны оқып көрейікші. Яғни біріншісінде бізде не беріп тұр? Сәлем. Екіншісінде үшіншісінде одан кейін print деп не істеп тұр? Нәтижесі тамаша. Яғни біз алдыңғы сабақтарда таныстық. А, Б, С деген бізде не дедік? Кез келген айнымалы. Терді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Бірі 2022 мәліметтер типтері. Сабақтың мақсаты, оқу мақсаты деректер түрлерін жүктеу. Сабақтың мақсаты бүгінгі сабақта біз деректер түрлерін ұғымын анықтаймыз және ажыратуды үйренеміз. Жазып аламыз. Бүтін сан деген Python'da integer деп аталынады. Ол қысқаша int деп беріледі. Мысалға мына жерде 1, 50, 150, 500 деген бүтін сандарды берген. Яғни осындай бүтін сандар келсе, ол бізде int типіндегі, integer типіндегі сан болып есептелінеді. Енді нақты сан деген ол бізде жылжымалы өтіппен беріледі. Мысалға 2,5, 4,2, 5,2 деген сандарды айтады. Ол Python'da float деп берген, мысалға кез келген бүтін типтегі сан жазасыздар. Мысалға 50. Бердіңіздер ма кез келген санды? А тең 50. Enter басасыздар. Enter басқаннан кейін осы берілген А айнымалысындағы сан, мысалға қандай типке жататынын білу үшін type деп жазасыздар. Ағылшынша type деп жазасыздар және жақшаға қай айнымалының мәнін іздеп тұрмыз. Яғни бізде А-ның мәнін білуіміз керек. А айнымалысының мәні қандай типке жататынын. Міне жақшаға аласыздар. Type және жақшаның ішінде А. Жаздыңыздар ма? Enter басасыздар. Міне integer бүтін типтегі сан деп шығарып тұрады. Ескі тізімін қараңыздар. Яғни мына жерде бүтін типте мысалға 50 десе integer деп көрсетіп тұр, нақты типте float деп көрсетіп тұр, одан кейін string жолдық типте hello деп көрсетіп тұр ғой. Енді мына жерде ерекшелік list деген тізім. Тізімнің ішінде қараңыздар. Бүтін типте жаңағы біздің жолдық типте float типі де кездесе береді тізімнің ішінде. Сабақ тапсырмасын орындау кезінде әр оқушыға барынша нұсқау беріп, сабақ тапсырмасын түсініп орындауына барынша ықпал жасаймын. Келе ғой кім? Гүлден. Булин типтегі, логикалық типтегі ақиқатқа жалған ба дегенді анықтайтын. Булинге. Келесі бізде str тип және tuple, кортеж типі. Кортеж типінде hello hi деген жастар кім? Келе өтінген. Басқа оқушылар. Жоқ? Ең оңайы бізде соңғы str жолдық тип. Оны бәрін ойланып қалдыңыздар. Оқушылар сабақ тапсырмасын орындап болғаннан кейін, оқушылармен бірге әрбір сабақ тапсырмасында берілген материалдарды бірге қайталап қорытындылаймыз. Жай жазып отырсыздар. Бүгінгі сабақ ұнады деп, бірақ жолмен, бір айнымалымен.
Ұстаздар, бүгінгі код информатиканың пән тілі атты сайыс сабағымызға қош келдіңіздер. Сайысымыз осы 10-шы сыныпта өткен 3 тарау бойынша болады. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын сабақтан бөлек сыныптан тыс жұмыстар арқылы арттырамын. Сыныптан тыс жұмыстарда сабақта өткен материалдар бойынша тереңдетілген тапсырмалар бере отырып, оқушылардың алған білімдерін одан ары нығайтуға тырысамын. Қане, неше жасында мектеп бітірген? 18 жасында мектеп бітірген. Академия 22 жасында бітірген. Неше жасында мектеп бітірген? 28 жасында қызмет еткен. 5 жасында біз сондай жасауып кетсе осы. Сендер бұл кезде бар болған неше жастасыңдар дейді? 14 дейді. Жауаптарын жазуларыңызға тексересіздер. Ол баланың неше бауыры бар екен? 4 бауыры бар екен. Кішісі неше жаста екен? 8 жаста екен, ал үлкені? 15 жаста. Ол үлкені неше сыныпта оқиды? 9 сыныпта. Солай болуы мүмкін бе? Жауаптарын жазуларыңызға. Мектепті 17 жасында бітірген. Сіздер 18 жас дедіңіздер. 22 жасында академия бітірген. Дұрыс, 22 жастарыңыз. Одан мен 24 жасында қызмет еткен. Бар болған ол кезде сіздер 7 жастасыңдар. Ал сіздердікі 4 бауыры бар, кішісі 8-де, үлкен 15-де, ол 9 сыныпта оқуы мүмкін. Дұрыс, жауаптары сәйкес. Бұнда былай бір кәмпит, бұяққа 4 кәмпит. Тамаша. Келесі екінші турға назар аударамыз. Екінші тапсырмаға дәл жаңа санау жүйесіне байланысты. Сіздерде екінші санау жүйесіне сан беріп тұр. Ол санды сіздерге подсказка береді. Ол санды әуелі 10-дық санау жүйесіне ауыстырасыздар. 10-дық санау жүйесіне ауыстырғаннан кейін оны 8-дік және 16-дық санау жүйесіне ауыстырасыздар. Сол кезде қандай сандар шығады анықтаймыздар. 5 минут уақыт. Екеуіне бірдей ма? Иә, бірдей. Екіншісінде информатика жаңағыдай 0-1 дейсіздерде сіздердің айтады. Екінші индекстен бастап, екінші индекстен 0-1, екінші индекстен басталады. 7 деген 7 кірмейді соған дейінгі. Сонда Алдыдан аяқтайды. Форма. Дұрыс айтты ма, не? Нені? Біріншісін дұрыс Айтқан жоқ, екіншісін айтты. Мына жерде минус 1 деген сіздер жаңа жобасын айттыңыздар. Соңынан теріс қарай оқыламады. Енді неге? Бастаймыз, е? Мына код үлгі беріп тұр. Дәл осыған тек жүгітпелі жолмен код еңгізесіздер. Сіздер кодын түсін қояр код еңгізесіздер. Я тек бір адам бір компьютерге 3 адам ойласып істеңіздер. Болды, басталды уақыт. Қазіргі таңда мен 11-ші сыныптың сынып жетекшісімін. Бұл сыныбымды 2015 жылы 5-ші сыныптан бастап алғанмын. Оқушы бойына тәрбиелік, әділдік, адалдық, үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу қасиеттерін барынша бойларына сіңдіріп келемін. Әр сабағымдан бөлек сыныптан тыс шараларда өмірмен байланыстырып, интернетпен байланыстырып, қазіргі кездегі түрлі қауіп-қатерлердің алдын алып, оқушыларға бар ақылымды беріп отырамын. Оқушыларыма өз пәнімен байланыстырып ақпараттық мәдениет туралы, чатта жазу ережесі, интернетті қолдану ережелері туралы үнемі айтып отырамын. Фейк жаңалықтарды ажырата білуді, нақты ақпаратты арнайы сайттарға қарап, арнайы парақшаларға жазылуды үнемі ескертіп айтып отырамын. Мектептің қоғамдық өміріне араласа отырып, өзімді кәсіби тұрғыда жетілдіру үшін түрлі курстарға қатыстым. Түрлі семинарлардан алған білімдерімді өзімнің сабақтарымда үнемі қолданып, жетілдіріп жүремін. 2021 жылдың 1-7 қараша аралығында Алматыда информатика пәні мұғалімдеріне арналған арнайы курстан өттім. Осы курс барысында
республика бойынша түрлі информатика мұғалімдерімен араласып, өзімді кәсіби тұрғыда жетілдірдім. Курс барысында арнайы жоба қорғап, 2-ші орын алдық. Сол білімімді мектепке келіп, оқушыларыма көрсетіп, әртүрлі қызықты ойындар өткізіп, балалардың қызығушылығын одан ары арттыра түстім. Мектебімде код сағатын өткізе отырып, әлемдік іс-шараға өз үлесімді қосып, оқушылардың информатика пәніне деген көзқарасын өзгерте отырып, кодтаудың қиын емес екенін жеңіл түрлерін көрсете отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра түстім. Өзімді кәсіби тұрғыда жетілдіру үшін түрлі курстарға қатысып, сол курстардан алған білімдерімді үнемі сабақтарымда қолдана отырып, өзімді кәсіби тұрғыда жетілдіруді үнемі басты мақсат санаймын. Информатика пәні мұғалімі өзін үнемі жыл сайын жетілдіре отырып, заман талабына сай білім беруі қажет деп санаймын. Өзімнің алған білімімді кәсіби тұрғыда бөлісу үшін семинар, фестивальдерге қатыстым. 2019 жылы Қызылорда қаласында жаңартылған білім беру аясында десант сабақ өткізіп, дипломмен марапатталдым. Оқушыларым ғылыми жоба мен олимпиадалардан жүлделі орындар иеленіп жүр. Өзімнің мақалаларым мен ашық сабақтарымды үнемі баспа беттеріне жариялауға беріп жүремін. Информатика жай сабақ емес екенін білемін. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.